күн, құрметті әріптестер. 9 желтоқсан мен 19 желтоқсан аралығында Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының қашықтықтан оқыту үдерісі кезінде қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер тақырыбындағы 10 күндігіне өздеріңізбен әдіс алмасуға шақырамыз. Қашықтықтан оқыту кезінде қай әдістің тиімді екенін білгіңіз келе ме? Олай болса, біздің апталықтан қалыс қалмаңыздар. Мен Бердалиева Айсапар Жорабекқызы. Менің ұстаз ретінде өмірлік ұстанымым толассыз іздену, өзгеге үйрету, әрбір шәкіртті уақыт талабына сай, білімді де, білікті жеке тұлға болып қалыптасуына ерінбей еңбек ету. Есжан Ақмарал Мұхамеджанқызы, 5-ші сынып, қазақ тілі пәні, тақырыбым уақыт алтыннан да қымбат. Алтын уақыттарыңызды бөліп, менің сабағыма қатысыңыздар. Уақыт алтыннан да қымбат. Мен Сатаркулова Қамар. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. 5-ші сыныбына Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл әңгімесіне арналған ашық сабағымды өткізіп алмаңыздар. Мен Ақжолова Назым Қуандыққызы. Менің өмірлік ұстанымым жан-жақты дамыған, білімді, елжанды, еңбекқор, өзінің атқарған ісіне жауапкершілікпен қарайтын патриот жастарды тәрбиелеу. Алдағы 10 күндікте сіздерге қазақ тіл пәнінен 5-ші В сыныбында өтетін балаға ат қою тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Жіберіп алмаңыздар. Мен Бақбергенова Бақтынұр Базарбайқызы. Сіздерге алдағы 10 күндікте өтетін 5-ші С сыныбына Дулат Бабатайұлының «О, ақтан жас» тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Келіңіздер, көріңіздер. Мен Қаржауова Айжан Рахматуллақызы. Басты мақсатым озат, тәжірибелі ұстаздардың қатарында болу. Сол жолдағы бойтұмарым ол менің шәкірттерім. Мен Күзенбаева Гүлбар Сабарбекқызы. Әр ұстаздың міндеті шәкірттерінің жаңа ғасырдағы ізденімпаз, білімді, азамат болуына еңбек ету. Болашақты шәкірттерінің білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дегендей, болашақ өмірдің жарқын азаматы болуына үлесімді қосамын. Мен 5-ші Ә сыныбымен бос уақытты тиімді пайдалану атты ашық сабағымды өткізіп алмаңыздар.